Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге турецкий семиттің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыстық суымызды құйып, бір шай қасық тұз, құрғақ ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлық рецепті описание бөлімінен қарай аласыздар. 3 ас қасық қантымызды салып, қантымыз ергенше араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Жұмсақ қылып, ұнымызды бірден салып жібермейміз. Аз-аздан қоса отырып, қамырды илеп аламыз. Қамырды илеп алғаннан соң 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Қамырымыз жылтыр әрі жұмсақ болады. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды дайындап алдық. Ендігі кезекте тарелкаға күнжутты саламыз. 30 грамм күнжут керек болады. Барлығын салып аламыз. Булочканың ерекшелігі күнжутта. Түркияда бұл булочканы семит деп атайды. Күнжутымызды дайындап алған соң ыдысымызға салқын суымызды құямыз. Бір ас қасық мед салып, жақсылап араластырып аламыз. Ерекше булочканың бір түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басыңыздар. Рецепт сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта күшті рецепттермен бөлісемін. Қамырымыз дайын болды, әдемі болып көтерілген. Ендігі кезекте тоқаштарымызды жасаймыз. Бөліктерге бөліп аламыз. Осы рецепт бойынша 8 семит булочкасы шықты. Сіздер де дәл осы рецепттен жасап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описание бөлімінде мөлшермен қосып жасасаңыздар, сіздердің булочкаларыңыз дәл ойдағыдай болып шығады. Одан көп семит жасағыларыңыз келсе, құрамын 2 есеге көбейтсеңіздер болады. Ендігі кезекте қолымызды майлап, қамырымызды лагман сияқты созып аламыз. Қолымызды майласақ, қамырымыз тез созылады. Қамырды қолдың көмегімен жайып қойып қойыңыздар, өйткені келесі жайғанда қамырымыз оңай жайылу үшін. Қамырымызды дайындап алғаннан соң, бейнедегідей қолымыздың көмегімен созып аламыз. Созып алғаннан соң бір-біріне орап біріктіреміз, форма жасаймыз. Ең соңында екі басын біріктіріп, дөңгелек етіп форма жасаймыз. Барлығын осылай бейнедегідей жасап шығамыз. Барлық қамырды лагман тәріздес қылып созып алып, дөңгелек етіп форма жасап шығамыз. Егер сіздер осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарияға пікірлеріңізді қалдырыңыздар.
Тоқаштарымыздың бәрін жасап алдық. Противеньге пергамент қағазын төсеп аламыз. Алдын ала дайындап алған балды суымызға тоқаштарымыздың екі жағында батырып аламыз. Күнжутқа тек беткі бөлігін ғана батырамыз. Противенімізге орналастырып шығамыз. Барлығын осылай балды суымызға салып, күнжутқа беткі бөлігін жағып, противенімізге орналастырамыз. Тоқаштарымыздың бәрін дайындап алдық. Противеньге орналастырып, 8 дана шықты. Енді осыны пищевой пленкамен орап, 30 минутқа қалдырамыз. Сонда тоқаштарымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Турецкий симитіміздің қамыры дайын болды. Қараңыздаршы, әдемі болып көтерілген. Алдын ала қызып тұрған пешке 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пешкаларыңыздың ыңғайына қарай пісіріңіздер. Мен 30 минут пісіріп алдым. Әркімде әрқалай. Симитіміз пісті. Осылай қызарғанша пісіріп аласыздар. Шаймен ішкенге өте дәмді. Жасап көріңіздер. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.